Бисмилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah, ва ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті жамағат. Ізгі адамдармен бірге болу тақырыбымыз. Алла Тағала Құран Кәрімде Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Каф сүресіндегі аяттар. Алла Тағала айтады пайғамбарымызға, Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям пайғамбарымызға, Алла Тағаланы таңертең кешке еске алатындармен бірге бол, солармен бірге сабыр ет, құлшылыққа, ғибадатқа сабырлық жаса. Олар Алла Тағаланың жүзін қалайтындар. Алла үшін ықыласпен құлшылық істейтіндер. Және олардан бет бұрып басқаларға назарын аударма. Дүние зейнет үшін. Және сондай бір адамдар үлкен болса да бұл дүниеде, соларды тыңдама. Олардың жүректерді бізді еске алудан бейқам еттік. Және олар ойларына ерген, олардың істері бос болды. Осы аяттың тафсирінде ғалымдар айтады, жүздегі енді кімдер болды ол? Ол әлсіз мұсылмандар. Мешітте ешкім олар танымайды. Ол жерде хадис бойынша, қазір айтылатын хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям олармен бірге отырған кезде мешітте сахаба айтады, мен ғана таныспын, басқа ешкім таныс емес адамдар. Бейтаныс мұсылмандар. Солармен бірге бол, сабыр ет. Алла Тағала әмір етеді. Осындай жақсы ізгі адамдармен бірге болу керек. Солармен бірге құлшылық ибадат істеу керек. Және олардан ешқандай қайтарым болмаса да, еш нәрсе қайтпаса да, дүниеғой пайда ешқандай көрмесен де, соған қарамастан сол кезде солармен бірге болып өзіңді тәрбиеле. Нәпсі қаламаса да адамның, солармен бірге болу керек. Ешқандай пайда болмаса да дүниеғой. Ол жерде ақиреттің пайдасы бар. Олармен бірге болу Алла Тағаланы еске алғанмен бірдей. Өйткені ондай адамдар ақиретті еске салады. Солармен бірге араласуды Алла Тағала әмір етеді. Енді ол жерде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қысқаша сол тафсир жайында тоқтайық. Сол кезде бір күні үлкен Құрайштың нелері келеді, арабтар, пайғамбармен сөйлесуге. Сонда олар әлсіз мұсылмандар көргенде соларды пайғамбарға айтады, осылармен бірге отырмаймыз, бірге бір жерде отырмаймыз дегенде осы аяттар түседі. Алла Тағала басқа бір аят туры сол мағынада, бұларды тастама, мыналарды тыңдама деп сол айтады. Осы аят бойынша енді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ниеті де болмаған оларды тастауға. Бұл жерде біз үшін шариғат, біз үшін насихат, Алла Тағала бізге көрсетеді, қандай адамдармен бірге болу керекпіз. Ол аят, мына аятқа ұқсас деп келтіреді тафсирде, ла ин ашракта ла яхбатанна амалук. Алла Тағала басқа аятта пайғамбарымызға айтады саллаллаху алейхи ва саллям, егер де сен серік қоссаң, онда амалың сен бәрі бос болады, жойылады, амалың істеген ісің бәрі жойылады. Белгілі нәрсе, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аллаға серік қоспайды. Қоспағанда пайғамбар болмай тұр, жас кезінде де Аллаға серік ешқашан қоспаған. Алла субхана тағала пайғамбарымызды ширктен, Аллаға серік қосудан, сондай күнәдан сақтаған, таза еткен. Мағына сол тіке мағына емес, осындай мағынада. Енді жаңағы адамдар, Алла Тағала бізге солармен бірге оларды тыңдама, олармен бірге оларға ерме, солардың сипаттары қандай. Тафсирлерде ғалымдар айтады, бұлар мысалы дінмен емес, өз дүниемен айналысып, Раббысына құлшылық ибадатты қалдырды, дінді керек етпеді, сол бәрі шұғылдары бар дүние тіршілігімен, дүнияви істермен ғана айналысады. Құрандағы «Ваттаба хаваху»
ойға ерген деген сөзді тафсир ғалымдар айтады, әл-иқбалу алал хылқ, солай бір жерде айтады. Олар жаратушыны емес, жаратылыспен айналысты. Жаратушыны ұмытып, Алла Тағала жаратқан пенделер болсын, жаратылған дүниедегі нәрсе соған көңіл бөлді. Жаратушыны ұмытып, тек қана жаратылыспен, халықпен араласқан олар. Және сол тафсирде айтады: «Вакана амру хазаллази агфална қалба ва зикрина фир рияй вал кибр». Енді осы жерде маңызды осындай адамдар кіммен бізге бірге оларды тыңдамау керек, олармен бірге болмау керек, олардың сипаттары қандай. Жаңа Құранда айтылған сипат жүрегіңді бейқам етті, ғапыл етті, бізді еске алудан, зікір етуден олар құр қалады, олар бізді еске алмайды. Себебі олар риямен және тәкаппарлықпен айналысады. Олардың істері рия және тәкаппарлық, уахтиқар ахлил иман. Және олар сол иман келтірген, имандылық жолмен жүргендерді жақтырмай, ұнатпайды. Солардың істері сондай. Яғни осындай сияқты адамдардың негізгі сипаттар рия. Рия дегеніміз не? Рия деген жағымпаздық істеу, көрсету амалды істеу. Бір адамдарға жағам деп, бір өтірік оларды алдап, бір нәрсені көрсетеді, бір жаман бір ниетімен, бір пайдасын көру үшін сол адамдарды бір алдап, өзіне бір артынан сол пайда көру үшін бір рия жасайды, сол істерді көрсетіп істейді. Және жаратылыспен айналысқан үшін олар Алланың жаратылысының үстіне өзін жоғары болғысы келеді. Өзін үстіне қойып, сондай тәкаппарлықпен өзін жоғары қоюмен айналысады. Және өздеріне ұқсамайтын адамдарды міндетті түрде жақтырмай, сол жек көреді екен. Өйткені ана кісілердің істеген істері басқа, құлшылық ибадатпен істеп, Алла Тағаланы көп еске алып, ақиретті ойлайтын. Бұлардың істері басқа, жаңағы дүнияви істерді ғана ойлап, дүниемен шұғылданып, басқасын ұмытып. Сондықтан олар өздерін түсінбеген адамдарды жақтырмайды. Олардың жақтырмағаны жай ғана жақтырмау емес, тафсирде айтады: «Амру ва кана амру фурута, сарафан қад таджаваза хаддау». Олар сонша жек көргені, сонша рия кібірлікпен жасағандар шектен шықты. Шектен шыққан және сонымен хақиқатты, шындықты жоқ еті, жойды және өздері артынан құрып кетті. Өйткені хақпен жүрмеген адам, хақты мойындамаған адам арты өзі құриды. Өздері артынан құрып кетті. Осындай сипаттар негізгі: рия, тәкаппарлық, иман келтіргендерді жақтырмау, сонымен айналысады. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям осы аяттар түскен кезде, мешітке барған кезде, сондай адамдардың, мұсылмандар көрген кезде, ізгі құлдарын, қарапайым мұсылмандар көрген кезде, бір хадис шарифінде айтады, келеді және олардың орталарына отырады, айтады: айнала бар отырыңдар, мен қасына солардың орталарына отырып, бірге Құран оқиды, бірге Құран тыңдайды екен, сондай бір риуаяттар бойынша. Және сол жерде айтады: Альхамдулиллахи жа'ала мин уммати ман умирту ан асбира нафси ма'аху. Аллаға шүкір, осындай, альхамдулилля, осындай адамдар бар екен. Алла Тағала мен үмметім ішіне осындай мұсылмандарды пайда етті. Солармен Алла Тағала маған әмір етті бірге болуды. Осылармен бірге әмір етті Алла Тағала, бұйрық берді. Альхамдулилля, осындай адамдар бар екен, шүкіршілік дұғасын айтады Алланың елшісі. Яғни осының жақсылығын, қадірін түсініп, соны дұға айтады. Мұсылман адам енді әрбір жақсылық көрген кезде, соның қадірін түсініп, шүкіршілік жасау керек. Альхамдулилля, Алла Тағала осындай бір жақсылық маған нәсіп етті. Соның қадірін біліп, бағалап, шүкіршілік жасайды. Енді шүкіршілік ең аз ол тілмен айту. Ал енді жаңағы адамдар, осылай азғыратындар, дұрыс емес жолмен жүретін, оларды сипаттайды. Сол келесі аяттарда олардың сипаттары қандай? Олар айтады бір жерде: «Вадахала джаннатаху ва хуа залимун ли нафси. Қала ма азунна ан табида хази абада». Сондай адам өзін несіне, дүнияуи несіне, бақшасына, басқа сол бақша сияқты нәрсе кірген кезде айтады: өзіне зұлым етіп,
залым болып өзіне зұлымдық жасағанын алла тағала айтады мынау ешқашан жоқ болмайды деп ойлаймын, мынау мен қазір қолымдағы бар нәрсе ешқашан жойылмайды деп ойлайды. Және айтады, оның ойы адасып қателескен ойы айтады, қиямет болатынына күмән етемін, күмән келтіремін, өзім мына қиямет болады, бір есеп болады деп оған сенбеймін да деп айтады екен. Ал егер де қиямет болған сәтте де мен ойлаймын, жаңағы одан да артық жағдаймен тосып жатыр. Осындай адамдар бұл тәкаппарлықтың белгісі. Ол өзін ойлайды, осы жерде өмірде солай жағдай, жақсы жағдай болғасын, ол қияметте, ол дүниеде, ақирет дүниеде, ол дүниеде оның жағдайы тура солай болады деп осылай шатасады екен. Сол осындай адамдар жайында да сол тафсирде бұлар айтатын, енді айтады, алла тағала мынау мені берді мына жерде, яғни о жақта да одан да артық нәрсе маған береді деп осылай ойлайды екен. Айтады екен, кафурн ли ниами робби. Ол енді сипат қандай? Нашакур, шүкір жасасамайды. Алланың берген нығметтерін мойындамайды, түсінбейді. Бұл алла тағала Раббы соған бергеніне соған шүкір жасамайды. Шүкірлік ету білмейді адам, осындай адам. Мукаддибун билиқай. Алла тағаламен кездесем, және қияметті бар болатынына сенбейді, ойламайды да. Өтірік ойлайды бұл қиямет болатыны. Мутаманнин алалла, және арттағы сол аяттағы айтқан нәрсе бос армандайды, өзіне емденеді, ойлайды, былай болады, былай болады, Құдай үшін, алла тағала үшін өзі шешеді, былай болады деп өзін ойлайды. Осы жердегі өмірмен салыстырып, сол жақта да солай болады деп өзінді солай ойлайды екен. Соларға насихат айтқан сол мумин адамдар бұрыннан сол тарих бойынша айтқан сол сүреде айтады: «Валаула издахалта джаннатака култа маша Аллаху ла куввата илля билля». Сен жаннатына өзі неге кірген кезде, өзінің бақшасына кірген кезде, жаннат дегенде анау бақшасын айтып отыр, өзінің дүние тіршілігінің бақшасына кірген кезде, сол кезде маша Алла деп айтпайсың ба? Және ла куввата илля билля, күш-қуат бір Аллада деп неге айтпайсың деп насихат айтады екен. Сол кезде мынау мағынасы Алланың қалағаны бұл нәрсе. Сен шатаспа, сен өзінің күшімен, өзінің несімен оған қол жеткізбедің, бұл Алла қалады. Ла куввата илля билля, Алланың құдіретімен, Алланың күшімен сондай болған нәрсе. Сондықтан шүкір жаса, күпірлік жасама, нашакүр болма деп сондай мағынасында айтады. Енді көбінесе сол ұмытады сондай адамдар. Ол қайдан келді, кім берді, қайдан бұл сол үшін шектен шығу бастайды. Оның хақысы бар, шүкір жасау керек. Шүкір жасау ол ауызбен, ол ең жай ғана төмен дәрежесі, ең азығын ауызбен айта салу. Ал нағыз шүкір жасау ол іс әрекетімен сол нығметтерді Алла тағала разы болатын, Алланы разы болатындай жұмсау нығметтерді, Алладан берген жақсылықтарын дұрыс жолмен жұмсау, Алла разы болатындай жолда жұмсау. Сонда шүкір болып жасаған болып саналады. Енді мына жерде маша Алла ла куввата илля билля, осы зікір жайында не айтады? Бір хадистерде айтады, ол Алланың бір қазынасы. Оны айтқан үлкен сауап. Алла тағаланың зікір еліне осы сөзі. Және өте маңызды бір ақпарат, өткенде уағызбен байланысы бар. Бір сөзіне Алланың елшісі саллаллаху алейхи ва саллям бізге айтады: «Ман ра'a шай'ан фа'ажабаху фақала ма ша Алла ла куввата илля билля лам ядурраху айн». Кімде-кім бір нәрсені көрсе, ол нәрсе оған жақсы деп бір ұнаса, бұл нәрсені көрген нәрсе, жақсы бір нәрсені көріп ұнатса оны, сол кезде айтса маша Алла, Алланың қалағаны, ла куввата илля билля, Алла қуат бір Аллада ғана деп, сол кезде оның көзі тимейді екен сол нәрсеге. Сол нәрсе көзі тимейді. Бізде айтады бір машалла деңіз, көз тимесін. Сода мұсылман адам мынау хадис бойынша бір жерде бір нәрсені таңғалатын, керемет бір нәрсені көрсе, жақсы нәрсені машалла деп айтқан дұрыс болады. Өйткені көзі тиіп қалуы мүмкін. Сол жердегі сол адамдарға ма сол жерде.
Енді өткен уағызда бір сөз есімізге түсіру жерде айтылды. Бақытты адам кім? Ол ешкімге зұлымдық зияны тигізбеген адам. Егер ешкім зұлымдық зиян тигізбесе, ол бақытты адам. Егер ол өзіне де зұлымдық істемесе, онда ол нағыз бақытты адам, кемел бақытты адам. Енді осы жерде байқамай білімсіздікпен көз тиіп қалса біреуге, зиян келтірсе, сондай жағдай болмайды. Сондай болмау үшін маша алла деп айтуды ұмытпау керекпіз. Маша алла деп жақсы көрген нәрсе көрген кезде маша алла деп айту керекпіз. Біреудің жағдай қалай, альхамдулилля, шүкір алла, маша алла деп оған сен жағдайына сондай сүйсініп, маша алла деп айту керекпіз. Енді алдында мынау сипат айту шүкір жасамайды. Жаңағылар шүкір деген нәрсені білмейді. Ол себебі Құранда Алла Тағала айтады: «Уақалилу мин айбадия шакур». Менің құлдарым ішінде азы ғана шүкір жасайды. Яғни осындай бір мағлұмат, енді онда есімізге түсіру керек. Ол сабыр ету. Иманымыз екі жартысынан тұрады. Бір жартысы сабырлық, екінші жартысы шүкірлік. Алла Тағаланың сынақтарға, қиыншылықтарға сабыр ету керекпіз. Алла Тағала берген жақсылықтар шүкір ету керекпіз. Сонда осы жайында ғалымдар айтады, сабыр ету үшін адамда сау ақыл болса, дені сау ақыл болса, ол адам сабыр етеді. Басы дұрыс істесе сабыр етеді. Ал шүкір ету үшін жай сау ақылдың жетпейді екен. Ол жерде жүректің тазалығы керек, ол жерде өте басқа нәрселер керек, дұрыс, сонда шүкір етеді. Сол үшін шүкір ететіндер аз етеді шүкір екен. Алланың нығметін, жақсылығында қадірін білмей, дұрыс шүкір жасау білмейді. Алла Тағала бізге шүкір жасауға нәсіп етсін, дұрыс шүкір жасайтын құлдардан етсін бізді. Осы аз ғана шүкір ететін жайында осы аятта туралы мынандай бір шариғаттар бар. Ол кезде Хазірет Омар радиаллаху анху айтады, бір күні сол келе жатқанда бір адам айтады, сол кезде Алла Тағала мен аз құлдардан ішінде болғанды қалаймын дұға еткені, сонда аз құлдар ішінде деп айтқан. Сол Хазірет Омар радиаллаху анху бірінші басынан оны түсінбеді, не нәрсе айтып жатыр, не деген дұға. Өзінен сұраған кезде ол түсіндіреді. Өйткені Алла Тағала Құран кәрімде осында айтады: құлдарымның азы ғана шүкір жасайды. Бір жерде онымен бірге азы ғана иман келтірді. Иман келтірген өздері аз болды. Солардың мен нағыз сол шүкір етеді, нағыз иман келтіргендер ішінде болғым келеді, сондай дұға қылып жатырмын. Сонда Омар радиаллаху анху несі қалай бұны жауап естігенде қалай оны қарсы алды. Ол кезде бір айтады: «Куллу наси а'ламу мин Омар». Барлық адамдар Омардың артық біледі екен. Мынау кісі менен артық біледі екен, мынау аяттарды қалай түсінеді екен мағынасын деп солай айтады. Бір сөзіне «Куллу ахадин афқаху мин Омар». Әрбір адам Омардан артық түсінеді екен. Дінді артық түсінеді екен Омар, айтады Омардан. Сонда мені қараңыз, қандай кішіпейілдік, алдындағы тәкаппарлық дедік, енді мысал бізге кішіпейілдік қандай болу керек адам. Өзіне қандай қарау керек, өзіңді басқалардан жоғары қоймау керек, қандай болса да, қандай мәселеде өзіңді кіші ұстау керек, кішіпейілдік жасау керек. Ибн Аббас радиаллаху анху сахабаның несінде осы тафсирінде айтады: «Қалилу мин айбадил муахидина тавхидухум». Осы менің ла иляха иллаллах, Алла жалғыз, Алла біреу деп айтатын құлдарым ішінде азы ғана осы нағыз сол калимаға ла иляха иллаллах сай өмір сүретіндер, соны дұрыс түсінетіндер, соған дұрыс амал жасайтындар, нағыз Алланың бірлігін сақтайтын азы болады екен. Осы жерде бізге үлкен сабақ, мынау Алла Тағаланың бірлігін, мынау несін, ықыласты, ниетті түзету деген, сондай рияға ұшырамау, Алла үшін, сауап үшін істеу деген сондай нәрселерді біз үйрену керекпіз, соған өзімізді тәрбиелеу керекпіз. Амалдарымыз және рия болып, басқа бір нәрсе адамдар үшін, біреу үшін, қорыққан үшін сондай болып қалмау керек, бәрі бос қалып артынан. Енді сол жаңа Алла Тағала бізге сол дұрыс тавхид ілімін, жаңа сол Алланың бірлігін сақтауға соны нәсіп етсін. Енді осы жердегі бір мәселе айтқым келген, менің қағазға байланысты өз басым мынау қағазға дайындалайды материал. Сонда ол жерде осы бәрін ішіндегі жаттап алып айтсам қалай екен деп көрдім. Бірақ екі нәрсе міндетті түрде қалып қояды екен.
бір екі нәрсе қалып қояды. Содан кейін көңілім толмай, мынау мықты бір екі жер шариғат бар ғой, соны былай жатқа бәрін айтайын деп қалып қойды деп, содан кейін жаңа қағазбен артық екен деп өз ішіме шештім. Өйткені ішінде бір екі жақсы бір шариғат соны қалып жатса, сол жатқа айтамын деп, сол қағазбен айтқан дұрысырақ деп, жаңағыдай сол еш нәрсе қалмау үшін, ешқандай бір шариғаттар қалып қоймасын деп. Енді бүгінгі уағыз насихатта мен тағы бір мәселе айтайын деп, ол да осыған бізді қатысы бар, жаңағы нәрсеге, кішіпейілдікке, тәкаппар болмау, кішіпейіл болу. Енді біз бір мысал келтірген дінімізде, ол мысалы мынандай мәселе бар. Енді ол мәселе, актуалдық мәселе, ол дұғадан кейін бетті сипау. Мен өз басым бала кезімде соны көрдім. Әжем сол Аллаху акбар бетін сипайды. Содан кейін бала кезінен көрген нәрсе, содан кейін жаңа өз басымда соны енді амал істеп, дұға істегенде, содан кейін біреулер енді көрдім, біреулер оны былай дейді, жоққа шығарады, біреулер оны істемейді. Бір қарасам, бір өзінше оқыған адамдар не істеп, сонда осы мәселені зерттеген кезде бұл жерде осымен де бірге қатысы бар. Өйткені кішіпейілдік дегенне ол шындықты мойындау, ақиқатты жоққа шығармау. Өзіне де пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқанда, тәкаппарлық деген не нәрсе? Кібірлік. Ол шындықты мойындамау, адамдарды төмен санау және хақты мойындамау, бар нәрсені жоқ деп айту. Мысалы, бар нәрсе жоқ дейді ол, мысалы. Бұл шындықты мойындамау, бар нәрсені жоққа шығару. Енді осы мәселеге келген кезде бір қысқаша мағлұматтар, енді оны тағы да бір естіп алайық. 4 хадис келеді. 4 хадис ішінде оны 6 имам, хадистің имамдар ішінде 6-ның ішінде 4-еуі осы хадистер келтіреді. Бетті сипау дұғадан кейін. Имам Термизи рахималла, имам Абу Дауд, Насаи, Ибн Мажа рахималла, өзі осы 4 имам өзінің кітаптарына осы бет сипаудың хадистерін келтіреді. Одан кейін осы хадистердің дәрежесі қандай сұрақ болғанда, сол имам Термизи рахималла және имам Суюти және басқа ғалымдар хасан дәрежесін қояды. Хасан деген жақсы хадис. Сахихтан кейін екінші дәреже. Сонда хасан деген, осында атақты сунниттің ғалымдары бұл хадистерге хасан деп дәрежесін беріп жатыр. Оны біреулер келіп қалай даттар барады, оны жоққа шығарады. Айтады, бұл жоқ нәрсе деп айтады, бет сипау. Осы жерде ар жағында білім жоқ па, әлде мынаны жетпей ма деп ойласын, білуі де мүмкін, бірақ өзі осындай бар нәрсені жоққа шығарып жүр. Осылай кейбіреулер өзі шектен шығатын, дұрыс орта жолдан екі жаққа тартатын, шектен шығатын сипаттар, бір сипат ол бар нәрсені жоққа шығарады. Шариғатта бар нәрсе, оны жоқ деп айтады. Екінші топ, қарама-қайшы топ, олар айтады, жоқ нәрсені бар етеді. Ешбір кітапта жазылмаған, аятта жоқ, хадисте жоқ, шариғат фиқ кітаптарда жоқ, кітаптар жазылып, бірақ оны барады, өздері оны кіргізеді. Соны не жасайды? Енді қызығы сондай бір адамдар бар, жаңағыдай осы нәрсені барады, жаңағы кіргізеді бір нәрсе, дінде жоқ нәрсені. Және бар нәрсені бет сипа алмайды. Сондайларды көрдік, қызық. Осындай да адамдар бар. Енді Алла Тағала бізге осындай дұрыс жолды ұстау, тура орта жолды ұстау, мынандай бар нәрсені жоққа шығармай, жоқ нәрсені дінге кіргізбей, сол нәсіп етсін бізге. Енді тағы да сол рия деп мәселеге де тоқталып жатырмыз. Рия деген ана кісілер, кіммен олармен жүрмеу керекпіз, олардан аулақ алыс жүрек, тыңдауға болмайды, оларды Алла Тағала әмір етті. Олардың бір сипаты ол рия жасау. Осы рия жайында енді бір-екі мағлұмат. Ол рия жасайтын ішінде мынасы адамдар барады, енді біреуге жағам дейді, көрсетеді амалды. Адам қалай жақсы баға берсін маған, осындай амалды қандай істейді екен, соны тырысады екен. Енді осы жерде бір үлкен бір ақиқат нәрсе, ащы бір шындықты айтып кетейін. Оны бұрын да айтылған жұмалық уағыздар, бірақ осы жерде бір айта салайын. Ол кезде кейбір қазіргі кезде дін ғалымдар, дін уағыздайтын ғалымдар, сондай ішінде адамдар бар, риямен айналысып жүр. Риямен деген айналысып жүр, сол
барады анау тыңдаушылардың несіне көңілінен шығам деп солай сөйлейді екен. Олар ұнайтын нәрсені айтады, ұнамайтын нәрсені айтпайды. Оларға жағатын нәрселермен соны аудитория несімен. Оны бір сөзіне уламаул амма деп айтады, көпшіліктің ғалымдар солардың несіне қарай сөйлеу жағатын сөздерді айтады. Бұл да рия қандай болса да, қандай не болса да, ол рияға жатады. Адамдарға ұнайтын нәрсені айтып берсе рия істесе. Осындай бір ғалым туралы айтады. Бір ғалым былай істеген екен. Намазды енді осы рияға өзін тәрбиелеу ықыласқа, рияға ұшырамау үшін намаз оқығанда бір күні дейді айтады, сол ғалым намазды өте қысқа оқыды. Жамағат таңғалды. Сіз неге өте қысқа оқығансыз? Ерекше қысқа болып кетті намазыңыз. Неге сонша айтты? Ол жаңағы сол жауап берді. Мен оны хадис дедім. Сендерге жақпау үшін, сендер осындай не қылмасын. Әйтпесе қазір ұзақ оқи берсем, сендерге жағам деп, сонда сендер онап мәз болсаңдар, мен сол рияға болып кету мүмкін. Сол өзімді тәрбиелейтін бір жолды солай істедім. Хадис сендерге жақпау үшін осылай қысқа оқып жатырмын. Сендер мені мақтап не қылмау үшін. Сондай әртүрлі жолдар бар. Енді бір неде мысалы, енді рия деген нәрсе амалды көрсетіп істеу ғой деген. Бір нәрсені ақиқат білу керек. Ол кейбір амалдар бар, оларда мысалы сен көрсетпейін десе де көрсету керексің. Ол мысалы имам жамағат намаз өткізу. Имам, ол ешкім имамдыққа шықпаса намаз өтпейді жамағат намаз. Сол үшін бір адам міндетті түрде жамағат намазды басқарады. Ол енді дауыспен Құран оқиды, оны естіп тұрады адамдар. Өзінің амалын көрсетіп тұрады, көрінетін жария болады. Ондай ол кезде қалай болса да бәрі, ал басқа амалдар бар. Нәпіл амалдар, оны жасыруға болады. Ол парыз емес, оны сен адамдар білмесе ешкім, еш нәрсе болмайды, ешқандай дінге зиян жоқ, еш нәрсе одан еш нәрсе кетпейді. Ондай нәрсе жасыруға тырысу керек. Сондай бір сөзіне Абдулла ибн Мубарак рахималла айтады: афдалу зухди ихфау зухд. Зухдтық деген амал. Зухдтық деген дүниеге берілмеу. Ақыретті ойлап, дүние несіне қумау артын жүрекке кіргізбеу деген сол. Адам мысалы ақшасы көп барады, ол орташа мысалы алады, керегі нәрсе алады, қанағат мынадай артық бір нәрсе ысырап жасамайды деген зухдтық жасайды. Мысалы ретінде. Енді ол үлкен тақырып қой, оны жерде жүрегінде болу керек, қолда болмау керек дүние деп сондай түсіндіреді. Ол бөлек үлкен тақырып. Енді сол түсінетін адам түсінді. Сол зухдтық істесең сен, оны өзі Абдулла Мубарак айтады, оның ең абзал зухдтық ол жасырған зухдтық, жасырылған, көрсетпей істеген. Адамдар сенді сырттан білмеу керек, захид екен, дүниеге берілмеген адам екен, ойлап қалмау керек. Сонда сен шынымен оны захид болып жатсың, бірақ оны адамдарға білдетпей жатсың. Сонда сол ең абзал зухдтық сол. Неге, не үшін? Рия жоқ. Өйткені адамдар сені біліп жатса, ол мынандай екен, сен мақтайды, рия көрсетіп жатса, ол мақтайды, не істейді. Сондай бір мақтау болмасын, адамдар үшін сияқты болып қалмасын. Бұлардың ойларын, пікірлері, бағалаған, сол жасырған абзал. Мынандай ең абзал зухдтық ол жасырып жүрген, егер қолдан келсе жасырып жүрген зухдтық. Жаңа ниетке, рияға байланысты бұндай адамдар не істейді? Адамдар үшін, жаңа айтылды, адамдар үшін. Алла үшін істемейді, адамдар үшін істейді. Ондай адам мысал ретінде телефонға байланысты, қазіргі байланыс деген телефон бар, үлкен сауап жинауға да мүмкіндік бар. Бір адам алыстан бір адаммен ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам, 10 сауап, алейкум ассалам ва рахматулла, 20 сауап алдын, ва баракатух дейдің, 30 сауап жазылды, 10 ай сауап жазылды. Сонда мүмкіндік бар телефонмен немен хабарласуға, не істеуге, қатынасуға. Сол кезде кейбір адамдар осындай адамдар үшін не істейтін адамдар, олар біреудің телефон көтереді, біреудің көтермейді, біреудің жаңағыда бірден жауап береді, біреудің 2-3 күннен кейін жауап береді, біреудің жауап бермейді, жай адам деп не қылмайды. Ол дұрыс емес нәрсе. Алла үшін болған нәрсе, ол бәріне бірдей қарау керек. Осы жайында да осыған ұқсас оқиға келеді. Бір ғалымға уағыз насихатты сұрайды екен, бір баяғы бір патша, бір сұлтандар, бір сондай бір үлкендер. Сонда ол уағызды бізге айтыңыз, ол жоқ, мен сендерге уағыз айтуға жарамаймын деп айтады. Мен жарамаймын уағыз. Неге деп сұрайды. Неге жарамайсыз деп? Өткенде менің сіздерге айтқаным ол дұрыс болмайды жаңағы. Мен сіздерді
жаңағыдай сіздер мынандай мықты бай адамсыңдар, сендерге айтайын деп не болып қалады сияқты. Сендер үшін как бір аналарды, жай адамдарды қалдырып сендерге айтып жатқаным ол дұрыс болмайды, ниетіме бұл дұрыс болмайды деп жаңағы сол жауап береді екен. Осы жерде қараңыз, ғалым өз ниетімді байқап отыр. Мен мыналарға неге айтам, неге таңдап мыналарға айтам, мыналарға неге айтпаймын, ниетім не үшін, мыналардың не үшін деп, соны нағыз тақуалық ғалым өзі мұсылман солай істейді, тексереді өзін, не үшін істеп жатыр бір несі. Егер пайда үшін, мынау пайда тиеді маған, бір нәрсе сондай керек адам, бір нәрсеге жаңа телефонда сол сияқты, керек адам болса, ол телефон бірден көтереді, бірнеше уақытында көтереді. Ал пайда жоқ болса бірден не қылмайды. Жаңа алдына бізде бірінші аят не деді? Оларды мен бірге бол дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, алла тағала. Солардың ішіне сахаба айтады, мені ғана пайғамбар таниды екен, басқа ешкім таныс емес екен. Отырған адамдар таныс емес адамдар. Ешқандай таныс емес деген бұл білмейсің, ол білмейді, сен де соны білмейсің. Тек қана өзін нелерін таныстар, олармен ғана былай қатынас, анау басқаша қатынас. Ол Алла үшін емес. Алла үшін қатынас, ол бәрімен бірдей қатынас жасау. Алла ризалығы үшін жақсылықты, ғалымдар айтқанда, жақсылық үшін істеу керек. Бір адам үшін емес, жақсылықты сен жақсылық үшін істеу. Сол үшін бір сөзде де мынандай сөз айтады. Сен қалай саған жамандық істеді, бір адам саған жаман мамиле істеді, өзі жаман адам, сен тура сол сияқты істеме оған дейді. Сен өзің қандай адамысың, сен солай істе. Сен олай адам қандай деп лайық деп, соған да мен де солай жаңа не қылам деп олай істеме. Сен өзің қандай адамсың, сен жаман адам емес, сен как жақсы адам сияқты нәрсе не жаса, мамиле істе деп оған деп айтады. Біреу үшін не істемедік, бір адам үшін дұрыс нәрсе үшін істе, солай үйретеді екен. Енді мына жерде мәселе, залым адам деген, зұлымдық істейтін адам жағдай қалай? Зұлымдық істейтін адам бір нәрсе бар, өткенде ол несі бірден жазасын алмаса да, бір хадисті ол есімізге түсірейік. Ол кезде айтады, Алла тағала кешіктіреді, залымға уақытын кешіктіреді, бірден алмайды. Жүреді бір күні қатты алғана, бірақ қатты жазалайды екен. Ол дүние тіршілігінде, ақирет күнде міндетті түрде болады. Сол үшін осындай мәз алданып қалуға болмайды. Кейбірлер солай алданып қалады. Жүреді мәз, ешқандай жаза жоқ, ешкім олар еш нәрсе істей алмайды. Ойына келген не бәрін істей береді, бәрін неше түрлі шектен шығып жүреді, ойлайды осылай деп жалғаса береді. Бір күн жазасын алады ол адам. Алла тағала оны кешіктіреді дейді хадисте. Енді мынау мәселе, орамал мәселесіне бір нәрсе тоқталайын дейін. Бұл мәселе мен өз басым мынау жұма уағыздарда 3 рет айтқанмын. 3 реттей айттым. Бір рет үлкен мешітте видео түсірген, сол кезде енді, бірақ ол видеода өзі бір өңделіп, қысқартылып, сол жерді орамал туралы сөйлеген жерім былай ішіне кірмеген. Бірақ ол уағыздың, жұма уағыздың аудио нұсқасы бар. Ол жерде ол да жүр, интернетте бар, ол аудио нұсқасы, толық нұсқасы. Ол жерде сол айтылады екен. Мен бір мәселе айтайын деп едім. Енді ол бәрі белгілі, ол бәріміз білесіздер. Бұл орамал мәселе не екен, парыз екен, белгілі. Бір қызық нәрсе айтқым келген. Енді мынау неде кеше бір қол жиналды, бір петиция болды, қол жиналды, осындай өтініш, осы орамал рұқсат етілсінші деп жаңа біз киюге нелерде, жұмыстарда, оқу орындарында. Енді ең қызығы нәрсе, біз енді бір әлемде қазір интернет деген бір не ауыл сияқты дейді, бүкіл білет, кім қандай шетелде не болып жатыр, қай жақта болып жатыр деп білеміз ғой бәрі ғаламтор арқылы. Сонда біз спорт додады қарасақ, спорт додада ана жерде орамал таққан адамдар жүреді ішінде, спортшылар болсын, волонтерде жүреді. Сосын басқа бір нені қарасақ, бір үкіметтердің бір жиналыстар, бір ол жерде де орамалмен жүреді, басқа бір елде. Сосын өткен жай неде қарасаңыз, кино түсіретін неде. Ол жерде де қарасаңыз, ол жерде де орамалмен жүреді, кәдімгідей неде. Мектепте қыздар, кішкентай қыздар орамал тағып жүреді. Сонда енді батыс елдер, батыс елдерді бізде солар ғой, демократия дейді, негізі бір сайлау өткенде
мынандай үлкен біреулер жембейді, там тепе тең там бір нәрсе береді, сондай не жасайды. Енді сол үлгі көрсетеді, олар бұрыннан сол осы жолмен жүр ғой, жаңа демократия деп, анау не істеймін деп. Сол кезде жаңағыдай ешқандай мынау тыйым салмайды. Басқа же мұсылман емес елдерді соны тыйым салмайды. Енді біреулер барады, оны осының проблемасы тыйым салады. Не себептен? Бір сылтау бар, зайырлық деп айтады. Зайырлық нәрсені былай оқып зерттеген кезде, оқитын адам зерттеген кезде көреді, ол жерде не дейді? Біреудің несіне тиіспейсің хақына. Ол дін ұстаймы, ұстамаймы өзі біледі. Жаңа қандай жүреді өзі біледі. Сен оған шаруаң жоқ деп, сондай. Ол сондай принцип екен. Ал біреуге араласып, сен былай істеме, не қылма деп, ол жатпайтын екен нәрсе. Енді осы мәселе енді сол Алла Тағала дұрыс шешуге нәсіп етсін. Дұға жасап, не істеп, енді Алла Тағала не берсін, білім, дұрыс түсінік берсін. Бұл жерде ойлаймын, білімге де байланысты. Өйткені білім болмаған адамдар оны да түсінбейді. Енді жан-жақ қарау керек қой. Енді сен анадан ақылды емессің ғой, жаңағы бір жақтан шетелде жүр ғой, үлкен сол оларда саясат, оларда бәрі сол демократия, басқасын зайырлық ұстанады. Енді ол жерде неге тыйым салмайды, неге ол жерде еркін жүреді сол орамалмен? Сен солардан артық біліп отырсың ба? Сонда бәрі осы нәрселерді әлі білім жетпей жатыр ма? Енді осы нәрсеге енді хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи айтады, кімде-кім мұсылмандардың қамын етпесе жағдайын, ол олардан емес. Енді әрбір дұрыс мұсылман қам етеді, уайымдау керек, осындай жағдай қиналып жатыр. Мысалы, бұл жаңа айтып, рия екіжүзділік істей алмайды. Қал бір жерде былай, бір жерде әуретін ашып, бір жерде не істеп, ол түсінетін адам түсінеді, ондай нәрсе мұсылмандай ондай нәрсе бара алмайды, істей алмайды. Ондай бір жерде былай істеймін, бір жерде былай істеймін деп, бір жерде шешем деген, бір жерде кием деп, баяғыда өз басым осындай бізде азаматтар, әртүрлі азаматтар бар ғой, енді мынау дінде жүрген азаматтар, біреулер бар, жоғарыда бір жауапты адамдарға не бар, өздерінің нелері бар, орысша айтқан выход бар дейді, солармен бір байланыстар бар, қатынасады. Сол кезде оларын сұрадым, енді сіздер айтып жатсыздар ма, соларға жауапты адамдар жоғарыға осы мәселе туралы айтып жатсыздар ма, неге сөйтіп жатыр, неге жаңағы соны неге рұқсат беруге әрекет істемейді, осы дұрыс емес нәрсе екен. Өз басым айтып көрдім. Енді иншалла жақсы болады деп ойлаймын. Иншалла жақсы үміттену керекпіз ғой, бәрі бір жақсы болады өзгеріс. Енді бұл үлкен қателік жасап жатқан. Өйткені бұл нәрсе мынау ашуын тудыратын нәрсе. Біреулер адамды ашу тұрдады, сол діндар адам ашуын тудырады. Өйткені парыз амалды саған істеткізбей жатыр. Сен парыз амалды істеме деп айтады. Не істеп жаңа тыйым салып жатыр. Ал енді өткен қызық нәрсе, өткен 2 жыл бұрын Дағыстан сол жақта болдым, солтүстік Қазақстан мұсылманды еді, сол қонақта болдым. Сондай көрген ешқандай не жоқ, кедергі істемейді. Ана жерде ненің ішінде спорт зал, милицияның ішінде намазхана, басқа жерде аскерлер өздерін жұмаға барады формамен. Ана жерде телевизордан мэрияның көрсетеді, өзі мэрия Махачкала бәрі ішінде орамалмен әйелдер жүрді, ешқандай не жоқ. Бір не болды енді, обидно, орысша айтқанда, азаттық жоқ сол мұсылмандарда. Бірақ мынандай нәрсе, бізде азаттық бар, бірақ осындай нәрсе болып жатыр енді. Бізде енді тағы бір енді ол нәрсе енді бізде енді ондай оны ешкім сұрап жатқан жоқ, бірақ бір сүйсінген нәрсен жолда, көшелерде, жол өтетін жолда дорожный знак дейді. Дорожный знакта не забывай упоминать Аллаха, ля танса зикр Аллах, субханаллах, альхамдулилля, ля иляха илlallah, сондай дорожный знактар тұрады жол бойындарда. Енді ол жаңағы сауап үшін бір енді парыз нәрсені, орамалды кию, әуретін жабу, сол нәрсені енді түсінсе, түсініп, соны бір әрекет істейтіндер, қолдарынан келетін бір әрекет істеу керек қой, солар айтып түсіндіріп, ауызбен айтып түсіндіру керек, оны бір нәрсе не істеп, сол
және мынау осыны мысал келтіріп, шетелде қалай енді сонда сіздер енді ана жерде бүкіл анау елдерде мынандай істеп жатыр, батыс басқа, сіздер не істеп жатсың, бір ойлануға болады ғой, түсіндіруге деп ойлаймын соларға. Енді мына жерде мынандай мәселе енді адам бір риwayat келеді, адамдар бір-бірімен кездескен кезде, бір-бірінің жақсылығын көрген кезде, бір-бірінің артынан үлгі алып қайталамаса, онда олар құрып кетеді. Біздің бүгін негізі тақырыптың несі сөзде. Сонда араласқан кезде адам бір нәрсені, біреудің жақсылығын көреді, сауап істеген нәрсені көреді, соны қайталап істейді екен. Мен де соны істеймін, әрекет жасайды екен. Осындай анау істейді, мен одан кеммін бе, немен неге істеймін. Жаңағы нәрсе де сол сияқты ғой. Анау мұсылманшылық парыздар басқа жерде орындап, сонда біздің ел қазақтар солардан кем ба? Біз сонда бұл өздері бір жерде солай біреу сөйледі, бір жерде бір отырыс сондай. Біз қазақпыз ғой деген мен айттым, сіздер керісінше қазақтар төмен түсіріп жатсыздар. Осындай тыйым салып, орамал тақпасын деп әрекеттер жасап жатсыздар. Сол мұсылман дұрыс дінді ұстамаған сияқты, қазақ сияқты сондай келтіріп отырсыз. Шындығында келгенде бүкіл қанша қазір архив көтереді, біледі, қара ақ түсті черно-белый фотода қанша бұрынғы нелер, біздің әжелеріміз бәрі солай қандай киінген көрініп тұр, дәлел. Ешқандай сен ол дәлелді келтіре алмайсыз. Ол жерде жас қыздар да тұр, бәрі тұр. Шариғат бойынша біздің қазақ ата-бабамыз шариғатпен жүрген, шариғаттың несін орындаған бәрі нәрселер. Қанша сіздер айтсаңыздар, сіздер нәпсілеріңіз ұнамаса да, бірақ шариғатпен жүрген біздің ата-бабамыз. Алла қаласа келешекте де жүреді. Ол Алланың дініне қарсы шыққан, ол ешқандай не болмайды, нәтиже. Ол адамдарға өздеріне де зиян болады. Үлкен қандай қателік істеп жатқан, өздеріне жасап жатқан, өздері білмей жатыр. Алла Тағала оларға енді тез арада тәубе жасап, түсінуге осы мәселені Алла Тағала нәсіп етсін. Сол кезде min khayri ихтияри сухбатул ахияр. Ең жақсы ихтияр, өмірде таңдау деген бар. Адам таңдайды бір әр нәрсені, таңдайды, мынаны істеймін бе, ананы істеймін бе. Сол ең жақсы таңдаудың бір несі, ол жақсы адамдармен бірге болу таңдау. Адамдар көресіз, мына адаммен не істеген пайда бар. Қандай пайда? Ақиретке пайда бар. Алла Тағаланы еске алуға маған көмектеседі. Осындай адамдар мен дұрыс не істеу, таңдау білу. Бұл ең жақсы таңдаудың білу. Адам мен әртүрлі таңдайды, біреулер таңдайды, енді басқа ниетпен таңдайды бір нәрсені, дүнияуи мақсатпен, немен сондай. Төрт түрі адамдар бар деп айтады. Бір несінде солай айтады шариғатта. Төрт түрі адамдар бар жақсылық істеуде. Жаңа біз ізгі жақсылық істейтін адамдар туралы әңгіме ғой, солармен бірге болу. Сол адамдар не болады, төрт түрі болады екен. Сол бірінші түрі адамдар, олар табиғатынан өздері жақсылықты сүйеді, жақсылықты істегісі келеді. Ешкім оларға айтпайды, істе деп айтпайды. Ол өзі істегісі келеді. Ешкім оны үлгі керек емес. Ол адам өзі жақсылықты істегісі келеді. Өзі табиғаты сондай. Бірден істейді. Ешқандай оны зорлау керек жоқ, қатты оны не сұрау керек, өзі істеп кетеді. Екінші түрі адамдар, олар үлгі арқылы істейді екен. Олар жүреді, өздері не қылмайды, бірақ көреді біреу жақсылық істегенін. Сосын қайталайды, ұқсап бақ деп. Соны барады, қайталайды екен. Мен де неге істемеймін? Мен де сол сияқты, мен одан кем емес, мен де жақсылық істей аламын, мен де сауап істегім келеді. Соны қайталайды екен екінші түрі адам. Бірінші түрі адамдар, оларды кәрим деп аталады екен. Кәрим деген құрметке лайық адам, құрметті адам. Екінші түрі адамдар хаким, ақыл бар адам, парасаты бар, түсініп жатыр, жақсылықты мен де неге мен жақсылық істеймін, мен де сол сияқты жақсылық істеу керекпін, қайталайды соны жақсылықтан, түсінеді екен, бұл пайдасы бар, сауап істеген жақсы ол, мен сол сияқты мен де істеймін деп жасайды екен. Олар хаким адамдар, парасаты бар, ақыл бар. Үшінші түрі адамдар бар, олар жақсылықты көреді екен, біреулер жақсылық істегенді көреді екен, бірақ таңдайды, сосын не істеймін? Істеймін ба солар сияқты, әлде басқа шаруаны істеймін? Олар басқа шаруаны таңдайды екен. Жақсылық істеуді, сауап істеуді таңдамайды, көреді, біледі оны, бірақ оны таңдамайды, басқа өзінің істерін бір нәрсені таңдайды екен. Ол адамды ради деп, олардың сипат, ради деген жаман адамдар.
жақсы емес адамдар. Өйткені жақсылықты таңдамайды, басқа бір істерді таңдайды екен. Басқа бір сауап емес, басқа істерді таңдайды. Және төртінші түрі адамдар бар, Алла сақтасын. Олар жақсылық деген нәрсе түсінбейді екен. Жоқ екен, олар үшін жоқ жақсылық. Көрмейді да, түсінбейді да, істемейді да, білмейді жақсылық деген бар екен, бір сауап бар екен білмейді. Ол адамдар сорлы адамдар, шақи. Алла сақтасын. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк, бирахматика я архамар рахимин.